Мына бийликтеги адамдар жакында декларация тапсырган. Сонда мынау алдыңғы Алматы қаласында әкім болған Досаев 14 миллион көрсетіпті декларациясында. Ал әйелі 2 миллиард 400 миллион ба сондай көрсетіпті. Сонда әйелі жақсы істеп тұр ғой жұмысты, я Досаевтан қарағанда 14 миллион жылына деген тапқан деген. Не деген масқара? Әйеліне барып жұмыс сұрамай ма? Кішкене көбірек табатындай қылып. Көбісі чиновниктер сөйтіп тапсырған, әйелдері көп табады екен. Сосын енелері көп табады екен. Сол енелеріне, әйелдеріне барып жұмыс істемейміз, істей алмаса неге тастамайды мынау жұмыстарын? Бас істейтін, кішкене жұмыс істей алатын адамдарға бермей ме? Мынау жолды жастарға. Бұл лирика енді. Айтқанда лирика деген нәрсені түсінетін шығарсыздар. Әйелдері мен енелеріне берсін жұмысты. Өздері басқара алмаса олай. Дұрыстап. Ақша таба алмаса.